Сотта жеңдік сот орындаушыны қысқа нұсқа айта кетсек, оқырмандар біліп отырсын, қандай мәселемен сіз маған жүгіндіңіз. Мен қазір айта кетейін. Сіз бұрынғы әйелмен ажырастыңыз, одан кейін әйеліңіз алимент талап етіп сот орындаушыға арызданды. Кейін әйеліңіз сіз әйеліңізбен келісімге келдіңіз, ауызша сот орындаушыға барсаңыз, шектеуді жойыңыз, біз арызды қайтаратын болдық, әйелім бұрынғы әйелін қайтаратын болып, сот орындаушы не деді? Сот орындаушы шектеуді жоймаймын деді, иә? Жоймаймын деді. Иә, өз жалақысын талап етті. Оның жалақысы примерно 700 мыңдай болды, иә? 700 мыңдай, иә. Содан кейін сіз маған жүгіндіңіз, мен одан кейін араңызда медиация келісім шартын жасадым, татуластырдым сіздерді, алимент қарызын бөліп төлейтін болдыңыз, дұрыс па? Одан кейін әйеліңіз қайтып бұрынғы әйеліңіз қайтып сот орындаушыға жүгінді, арызды қайтар деп, бұрынғы күйеуіңіз атындағы шектеулерді жой деп арызданды, бірақ сот орындаушы не деді? Келіспей қойды ол. Менің деталысын төлемегенше мен шешпеймін деді. Яғни 700 мың теңге талап етті, дұрыс па? Иә. Одан кейін біз сотқа жүгіндік, сотта сот орындаушы өзің жеңілгенін растап, былайша ауызша жеңілгенін растап, медиацияға келісім берді. Яғни сот сізді және сот орындаушыды сотта татуластырды. Сол келісім бойынша сот орындаушы бүкіл шектеулерді, жүргізуші куәлік шектеуін, банк шотының шектеулерін, шетелге шығу шектеуін бәрін жоятын болды, және де сіз өз соттан арызды қайтаратын болдыңыз. Яғни біз сот арқылы сот орындаушы жеңдік, дұрыс па? Иә. Осыған орай сізді құттықтаймын. Іс осымен аяқталды. Осы сіздің көмегіңіздің арқасында осындай дәрежеге жеттік. Сот орындаушымен біраз кикілжің болды, енді бірақ сотқа жүгінеді деп ойламаған шығар. Енді сіздің білімділігіңіздің арқасында осы жетістікке жеттік қой. Рахмет сізге. Жұмыстарыңызға табыс. Бар уақытта осындай елді қуантып жүре беріңіз. Жақсы, сау болыңыз.